Көпшіліктер. Мына ата мен апа ең керемет кісілер еді енді. Бәріктар жаңа айтып жатыр ғой. Көрші болып тұрдық бірнеше жыл. Мен қаладан келсем, апа мені көріп бір жас баласа жүгіретін. Ай, келіп қалдың ба сен деп. Ата ғой ол кісі. Бір жүйткілік өмірі. Тау мен екі ортада жүрді. Мынау Хамит пен Жаннаға рахмет. Атаға, бауырларына ас беріп осындай. Мынау ас дегенде осы құсап беру керек. Қазіргі астар домалақ ас болып кафеден кетіп жатыр. Кафедегіден гөрі мынау көрдіңіздер ме? Ауыл да ырза, бауыр да ырза, жекжат та ырза, бәрі ырза. Мынау керемет. Таза ауада, есіктің алдында. Жасаған дұға тілек садағалары қабыл болсын айналайын сендердің. Ата деген құрметі осы міне. Пәленбай жылдан кейін мынандай үлкен дастарханда халықты жинап, бауырларын, жекжаттарын, достарын, бәріктарын жинап, мынандай керемет ас беріп жатқан Алланың нұры жаусын Хамит жанына бәріктарға. Одан кейін менің айтайын дегенім бұл кісілер ешқандай нені мынау үлкен демейді, кіші демейді. Кішкентай бала құсап алдымыздан жүгіріп шығып, екі кісі де талай үйінен шай іштік, тамағын жедік. Өте керемет көрші болған. Көрші ақысы қиын дейді. Осы ата мен апаның жақсылығын айтпасам, өзім сұранып шықтым, енді айып етпеңіздер. Бір музыкалық Алла разы болсын. Музыкалық сәлем. Музыкалық сәлем ба? Айт десеңіздер айтамын. Қай сөзіңді айтып, өлімсі айтты ойлаған жоқпын. Баталы халқым бармысың аман, ақ көйлек киген армысың анам. Сіздерді өзім көргелі келдім. Сіздерді қосып ақ жүрегіме, сіздерді қосып ақ тілегіме, өзіммен өзім көргелі келдім. Қасиет қонған ел аман болсын, жақсылар туған жер аман болсын. Аман ба бәрі осы бір әнім, сіздерге салған әлемім болсын. Аталы халқым бармысың аман, ақ көйлек киген армысың анам. Сіздерді сағынып көргелі келдім. Жүректерім ақ жүрегіме қосып сіздерді, ақ тілегіме қосып сіздерді, тағы да көргелі осы ауылға келдім. Қасиет қонған ел аман болсын, қасиет жүрген жер аман болсын. Аман ба бәрі осы бір әнім, сіздерге берген сәлемім болсын. Сіздерге берген сәлемім болсын.